butter is made from milk. Hello everybody. Сәлеметсіздер ме құрметті көрермен? Жалпы ағылшын тілінде бізде мынандай бір сөз бар да, made from, made of. Осы екеуінің айырмашылығы қандай негізі? Осын қазір бір талқылап көрсек қазір. Мысалы, made from біз бұны мынандай кезде қолданамыз. Қандай да бір зат, қандай да бір объект мысалы, өзінің әуелгі жай күйіне оралмаса, онда біз made from қолданамыз. Мысал қараңыз. Butter is made from milk. Butter is made from milk. Яғни май сүттен жасалынады. Енді бұл жерде butter is made from milk дедік. Made from. Не үшін made from қолдан тұр бұл жерде? Өйткені әлгі мынау сары май бар ғой, нанға жағып жейтін сары май. Оны ерітсең де әуелгі сүттің формасына келмейді ғой. Әуелгі бұрынғы қайтан сүттің қалпына келмейді ғой. Немесе glass is made from sand. Glass is made from sand. Яғни әйнек құмнан жасалынады. Яғни ол әйнекті қанша бетін яғысаң да ол әуелгі құмның формасына келмейді ғой енді. Немесе мысалы a paper is made from a tree. A paper is made from a tree. Яғни қағаз ағаш талдан жасалынады. Бұл жерде енді қағаз енді өзінің әуелгі тал ағаш формасына енді келмейді енді. Келесі кезекте біз енді made of. Бұл енді made of-ты қай кезде қолданамыз? Біз бұл енді made of-ты қандай да бір объект, қандай да бір зат өзінің бұрынғы қалпына келе алатын болса, онда біз енді made of-ты қолданамыз. Мысалы, a bottle is made of plastic. Яғни баклажка, бөтелке, пластиктен жасалынады деген сияқты. Сонда біз енді анау әлгі бөтелкені ерітсек, бұрынғы пластик қалпына келтіруге болады ғой? Болады. Немесе a table is made of wood. Wood деген бізде ағаш, яғни үстел ағаштан жасалынады. A table is made of wood. Көрдіңіздер ма? Яғни бұрынғы қалпына келе алады екен. Сонымен қатар мына видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және сонымен қатар міндетті түрде менің онлайн курсыма қатысыңыздар. Онлайн курс қатысу үшін мына менің профиліме өтсеңіздер, описанияда WhatsApp нөмірімнің сілтемесі тұр, сілтемеден өтіп маған жазып ақпарат алуға болады.